Шолпан мен жердің көлемі ұқсас болғандықтан оларды егіз ғаламшарлар деп атайды. Бірақ зерттеулерге сәйкес оның атмосферасы өмір сүруге мүлдем жарамсыз екендігі анықталды. Сәлем достар, сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін біз шолпан ғаламшары жайында қызықты мәліметтер айтатын боламыз. Шолпан ғаламшарының екінші атауы Венера. Ол ежелгі Римнің махаббат және сұлулық құдайы болған. Шолпан күн жүйесінің ең ыстық планетасы. Оның бетіндегі температура 475 Цельсий градусқа дейін жетеді. Атмосфераның 96% көмір қышқыл газынан тұрады. Шолпан күн жүйесіндегі сағат тілі бойынша айналатын жалғыз ғаламшар. Шолпан мен жердің арасындағы қашықтық 108 миллион километр. Бұл жұлдыздың көлемі біздің планетадан 650 километрға ғана кіші. Атмосфера қысымы жерден 90 есе көп. Бұл ғаламшардың бетінде жүру мұхиттың түбінде жүргенмен бірдей. Оны жас ғаламшар деп айтуға болады. Пайда болғанына 500 миллион жылдан астам уақыт өтті. Шолпан ғаламшарында соғатын желдің жылдамдығы 725 км сағатқа дейін барады. Біз телескопты қолданбай, өз көзімізбен 5 планетаны көре аламыз. Олар Меркурий, Сатурн, Юпитер және Марс. Шолпан да осы ғаламшарлардың қатарына кіреді. Шолпанға 1961 жылдан бастап 42 ғарыш кемесі жіберілді. Оның 60% ғана өз мақсатын орындады. Венера ай мен күннен кейінгі ең жарық аспан денесі. Ең көп жанартау осы ғаламшарда. Жанартаудың жалпы саны 1600-ден асады. Шолпан ғаламшарындағы бір жыл 234 тәулікке тең. Шолпанның серігі жоқ. Ал біздің сіздер сияқты лайкты аямай басатын достарымыз бар. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Ал егер мына қоңыраушаны басатын болсаңыз, біздің ендігі шығатын видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше сау болыңдар.